Сейчас басталады уже. Сейчас зайдем. Давайте пойдемте сұрап көрейік біздің ведущийлар қалай дайындалып жатыр екен. Welcome. Что делаете? Бүгін не істейін деп жатсыздар? Сделал офлайн speaking club. Азамат, пару слов speaking club туралы. Пару слов speaking club негізі күшті болады сияқты, өйткені бүгін стендаперлер келеді, и кураторларымыз бар, керемет, күшті болады сияқты. Короче, ерекше speaking club, потому что кураторлар жүргізеді, а кураторлар олар оқушылармен байланысты әрдайым ұстап тұрады. Кеттік сұрайық, кураторлар қалай дайындалып жатыр екен. Не істеп жатырсыздар, достар? Бізде speaking clubқа дайындық болып жатыр. Біздің бүгінгі speaking club'тың основной несі, фокусы ол just having fun. Nice. Having fun games. Окей, супер. Қалыңыз қалай? Күшті. Бүгінге настроеңіз қалай? Бүгін сізге қандай ответственность беріп қойдыңыз? Бүгін не істеп жатырсыз? Мен, как всегда, отвечаю за музыку, слайд бәріне осы жерде жауап беремін. Осылай отырамын. Күшті. Как тебе плейлист бүгінгі диджей Шұғыла апай қалай саған? Диджей керемет, бірақ мына өлең өте керемет деп па, менің балалық шағым деп па. А мына өлеңші? Мынау, что-то нефрлар тыңдайтындар о. Рокабай. Рокабай, бейби деймін бе. Рахмет, аза музыкальный ответіңе. Нормально енді, бот, бай. Қалың қалай, Бека? Бексін. Бекс қалың қалай? Осымен нешінші рет біздің speaking clubқа келіп жатырсың? Январь, февраль, март, апрель, төртінші. Вау, и саған барлығы ұнап жатыр ма? Да, конечно. Конечно, да. Да. Қашан бастаймыз, Аза? Бастайтын уақыт болды негізі. Окей. It's time to start. О, біздің Ди апай келді. Біздің директор апай келді. Это что за презентация? Желтая, дизайнды қарандар. Welcome to speaking club дейді. Вау. Не айтам, не комментировать етесің? Комментарий айтшы. Speaking club енді басталып жатыр, бұйыртса күшті болады деп ойлаймын. Кішкене көбісі ұялып жатыр, но кішкене бір 15-20 минуттан кейін. Басында я всегда так. Кішкене уақыт өткеннен бәрі жақсы болады сияқты. Қандай ойын ойнатайын деп жатыр кураторлар? Алдында Бекзат екеуміз түскен сияқты сондай ойын шығар, типа музыкаларды угадать. Maybe, давайте посмотрим. Так, давайте балалар не істеп жатыр көрейік. Тапсырма берілді оларға. Тапсырма бойынша олар өнер көрсету керек, ән айту керек, не көрініс қою керек, көріп керек. Бекс, не істеп жатырсыңдар қазір? What are you doing right now? I give password. Password. Yeah, Okay. and I check this song in the TikTok. Are you going to sing? Maybe, I don't know. Do you know this song? No. No. Okay. Good luck. Thank you. Good luck you too. Thank you. Hey girls, what are you doing? We're going to read rap. Are you going to rap? Do you know this rap? Beat сделаем. Beat. Wow. Go, sure. Use everything. Good luck, girls. Яғни қыздар рэп айтуға бит дайындап жатыр екен. That's interesting. Давайте кураторға тиісіп келейік. Қандай тапсырма берілді балаларға? Айтып кетсеңіздер. Тапсырма дегенде тапсырма берілгені жоқ тапсырма. Оқушылардың енді ағылшын оқып жатқаннан кейін оқушылар өте креативный болып келеді. Енді біз курста да креативный worktар береміз. Сол креативтерін тексеріп көру үшін берілгені жоқ тапсырма бердік. Өздері біледі. Сонда не істеу керек сонда? Өздері креативтеріне байланысты. Окей. Получается, сіздер оларға текст бердіңіздер. Олар ол бойынша өлең оқу керек, не рэп оқу керек, не көрініс қою керек. Солай ғой? Өздері біледі. Даже просто оқып берсе де өздері біледі. Ең самый креативный был. Понятно. Самый креативный ученик деген бол. Ой, топ точнее. Дайындыққа қанша уақыт берілді, қашан бастайды балалар? Берілді, кстати, уақыт жақында қапты уже өтіп кетті. Таймер. Йоу.
Саған стендап керек. Саған Speaking Club ұнап жатыр ма? Да, надо говорить. Сейчас балалар өнер көрсетсін, мы будем их оценивать. Мы будем жюри. Нас никто не просил, но мы будем. Назарбаевский университет, Америкадағы Дюк университетінің түлегі. Speaking Club продолжается. Бізде екінші ойын What's Next деп аталады. Қандай ойын ойнатып жатсыздар? Бұл жерде, зацепкалар берілген, и олар историяны жалғау керек. Но секрет в том, что бұл основа на реальных событиях, и бұлардың бәрі бекер тұрған жоқ, то есть историялар. Стендап-комиктар, оқушылар қалай, өздеріңізге қандай баға бересіздер? Өте необычный формат болды, по идее, реально. Мен стендапқа лично қатысып көрмегенмін, и прям атмосфера барлығын береді. Особенно свет өте күшті екен де. Вот прям атмосфера барлығы күшті болды. Оқушыларға да ұнайтынын үміттемін. Бұл алға қарай мотивация болды деп ойлаймын. Приятно исполнялся. Да, классно, апайсыз. Мен үшін де өте қатты ұнады. Бұл жүргізуші болған өте үлкен мәртебе болды мен үшін. Да, очень большая честь. Так, оқушыларға да ұнады деген ойдамын. Осылай біздің андай Speaking Club'тарымыз апнуться етіп жатыр барға, андай күшті даже стендаперлар шақырып жатыр, спешл гест қылып. Осылай көтеріле берейік. Әумин, рахмет көп жарайсыздар. Бекіс, біздің 4 рет спикинг болды. Осыдан 4 спикинг клабымыз болған. Сол барлығына қатысқан. Бекіс, сенің комментарийің айтшы, қандай целом, қандай ерекшелік болды бүгін? Да, интересно было, потому что мен кураторым. Да. Что побежали? Ага, что еще куратор? Интересно было. Да, бірақ угощений не было. Весь бюджет стендаперларға кеткен. Окей, тогда понятно, окей. Келесіде шақырмай қойыңыздар. Сами Ладно, шутите. шучу. Күшті болды ма? Күшті болды, интересно. Кстати, сізге ұнады ма мен петь еткен? Өте ұнады. Бекіс, саған өте маңызды сұрақ. Біздің 5-ші спикинг клабқа келесің ба? Келесі айда? ЖБ. Точно келесің ба? ЖБ. Ол жерде не күтесің? Просто қазір қайда ана кісі бар емес па, заставить етеді мені. Ар жақтағы. Заставить етеді мені. 100%. Кел дей ма? Кел дейді сол. А сен не күтесің ол келесі біздің спикинг клабта? Скриптониттан. 10 лямов там сколько. Все, услышали тебя, Рахмет Бекс. Это никогда не произойдет. Ну, через лет так 5. Who knows? Если когда у нас будет деньги. Very rich. Так, вроде все, да? Осымен біздің спикинг клаб влогымыз тамам. Егер сіздерге ұнаса, лайк, комментарий және подписка.